Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ауызша көбейтудің тәсілдері туралы сабақ. Бұл сабақта сендер ауызша көбейтудің тәсілдерін үйренетін боласыңдар. Оқулығымыздың 75-ші бетіндегі номер 1-ші тапсырмаға назар аударайық. Кесте берілген. Бұл кестеде көбейтіндінің мәнін табуымыз керек. Бірінші баған бойынша, бірінші көбейткіш 20 мен 2 санының қосындысына, екінші көбейткіш 4 санын көбейтеміз. Нәтижесін тексерейік. Көбейтіндінің мәні 88-ге тең. Екінші баған бойынша, бірінші көбейткіш 200 бен 40 санының қосындысына, екінші көбейткіш 2 санын көбейту. Нәтижесі көбейтіндінің мәні 480-ге тең. Үшінші баған бойынша, бірінші көбейткіш 3 санына, екінші көбейткіш 300 бен 10 санының қосындысын көбейту. Балалар, нәтижесін тексерейік. Көбейтіндінің мәні 930-ға тең болады. Төртінші баған бойынша, бірінші көбейткіш 3 санына, екінші көбейткіш 30 бен 2 санының қосындысын көбейту. Нәтижесінде көбейтіндінің мәні 96-ға тең болады. Екінші тапсырма бойынша көбейтудің үлестірілімділік қасиетін пайдалана отырып, жақшаның ішіндегі әр қосылғышты санға көбейтіп, шыққан көбейтінділерді қосамыз. Бірінші қосылғыш 30 саны мен 2 санының көбейтіндісіне, екінші қосылғыш 6 саны мен 2 санының көбейтіндісін қосамыз. 30 саны мен 2 санының көбейтіндісі 60-ға тең, 6 саны мен 2 санының көбейтіндісі 12-ге тең, 60 пен 12 сандарының қосындысы 72-ге тең. Келесі, бірінші қосылғыш 300 саны мен 2 санының көбейтіндісіне, екінші қосылғыш 60 саны мен 2 санының көбейтіндісін қосамыз. 300 саны мен 2 санының көбейтіндісі 600-ге тең, 60 саны мен 2 санының көбейтіндісі 120-ға тең. 600 бен 120 сандарының қосындысы 720-ға тең болады. Бірінші қосылғыш 30 саны мен 20 санының көбейтіндісіне, екінші қосылғыш 6 мен 20-ның көбейтіндісін қосамыз. Нәтижесін тексерейік. 30 бен 20 сандарының көбейтіндісі 600-ге тең, 6 мен 20 сандарының көбейтіндісі 120-ға тең. 600 бен 120-ның қосындысы 720-ға тең болады. Балалар, әрі қарай осы үлгіде өз бетімізше орындаймыз. Оқулығымыздағы 3-ші тапсырманы есептің шартын құруға арналған. Бақ пен гүлзарды безендіру үшін шеберлер бір айдың ішінде 20 кішкентай мүсін және 3 қыш құмыра жасайды. Шеберлер 3 айдың ішінде барлығы қанша бұйым жасап шығарады? Ойланайық, осы есептің шешімін тауып көрейік. Алдымен есептің шартын қысқаша құрып көрейік. Бір айда 20 мүсін және 3 құмыра. 3 айда қанша бұйым жасауға болады? Балалар, есептің шешуі мен жауабын дұрыс жауаппен тексерейік. Шешуі 20 мен 3-тің қосындысын 3-ке көбейтеміз. 20 мен 3-тің қосындысы 23-ке тең. 23-ті 3 айға көбейткенде барлығы 69 бұйым. Сонда жауабы шебер 3 айда 69 бұйым жасайды. Оқулығымыздағы ә тапсырмасын осы үлгіге қарап өз бетімізше орындаймыз. Енді 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Берілген тапсырмадан тура теңдік пен теңсіздіктерді құрастырамыз. Берілген тапсырмалар 32 мен 2-ның көбейтіндісі, 120 мен 253-тің қосындысы, 900 бен
527 сандарының айырмасы, 300 бен 2 сандарының көбейтіндісі, 640 бен 8 сандарының бөліндісі, 900 санын 3-ке бөлу, 450 мен 150 сандарының қосындысы, 45 саны мен 3 санының көбейтіндісі. Осы тапсырмадан тура теңдік пен теңсіздік құрастырамыз. Балалар, нәтижесін дұрыс жауаппен тексерейік. 120 мен 253-тің қосындысы 900 бен 52 сандарының айырмасына тең. 900 бен 3 санының бөліндісі артық 45 бен 3 санының көбейтіндісінен. 300 бен 2 санының көбейтіндісі 450 мен 150 сандарының қосындысына тең. 32 мен 2 сандарының көбейтіндісі кем 640 бен 8 санының бөліндісіне. Оқулықтағы 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Қосындының мәніне санды көбейтеміз. 6 мен 4 сандарының қосындысын 8-ге көбейту. 6 мен 4 сандарының қосындысы 10-ға тең. 10 мен 8-дің көбейтіндісі тексереміз, 80-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Келесі 80 мен 20 сандарының қосындысынан 6-ға көбейту. 80 мен 20 сандарының қосындысы 100-ге тең. 100 бен 6 сандарының көбейтіндісі қанша болады? Тексереміз. 600-ге тең. Ары қарай 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Әр бағанның өрнектерін салыстырамыз. 60 пен 2 сандарының көбейтіндісі, 2 мен 60 сандарының көбейтіндісі, 120 мен 60 санының бөліндісі, 120 мен 2 санының бөліндісі. Балалар, көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтінді өзгермейді. Көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек, екінші көбейткіш шығады. Көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлсек, бірінші көбейткіш шығады. Ары қарай осы үлгі бойынша өрнек құрастырамыз. Балалар, барлық тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Қалған есептерді өз бетімізше орындап, мұғалімге жіберуді ұмытпаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.